Әкім дейміз, көмекші дейміз, құл дейміз. Әкімнің де әкімі бар. Астана, Алматы қаласының әкімі бар. Я болмаса Жаңаарқа ауданы Қарағаш совхозының әкімі бар. Олардың екі әкім жөні бөлек. Көмекші дейміз. Мысалы Байденнің көмекшісі бар, кез келген мемлекеттің президентінен артық болуы мүмкін деген сияқты. Сол сияқты құл дейтін сөзден шошимыз. Құл. Былайша айтқанда кімге құлсың мәселе сонда. Құл деген сөз төменшік көрінгенмен, егер сен Құдайға құл болсаң, Алланың құл болсаң, ол кез келген әкімінен де, көмекшінен де ол артық. Құдайға құл болған адам Құдайға ғана құл болады. Ол Құдайдан ғана қорқады. Құдайға құл болғаннан кейін, Аллахқа құл болған адам басқа нәрсенің бәрінен азат болады. А Құдайдан қорықпаған адам, Құдайға құл болмаған адам, оның қожасы көбейеді. Ол даңқына кір келгеннен қорқады, ол кедейліктен қорқады, ол адамдардың пікірінен қорқады, ол рекеттен қорқады, ол милициядан қорқады, оның әйелінен қорқады, басқадан қорқады. Қорқатын нәрсесі көбейген сайын, оның қорыққан өзінен істеу нәрсенің бәрін өзіне қожа тұтады да, былайша айтқанда многобожник болады. Ал Аллаға құл болған адам бүкіл дүниеден азат болады. Қараңызшы. Сондықтан Құдайға құл болған қор болмайды дейді. Қазақтың өзі айтады. Аллаға сенген құстай ұшады, адамға сенген мұрттай ұшады дейді. Құдайға ғана құл болайықшы.